Сіздер ме балалар, менің есімім Байтасова Ұлжан. Бүгінгі біздің өтетін сабағымыз қима және тілік деп аталады. Сабақтың мақсаты білім алушыларға қима мен тілік туралы түсінік беру және білімдерін толықтырып, қима және тілік түрлерімен таныстыру және мәліметтер беру. Білім алушылардың байқау және ойлау қабілеттерін арттыру. Білім алушыларды айтылған тапсырмаларды мұқият ұқыпты орындауға үйрету. Қима деген не? Қима деп затты бір немесе одан да көп жазықтықпен ойша қиғаннан шыққан фигураның кескінін айтады. Сызбада орналасуына қарай қима екі түрге бөлінеді. Олар оңашаланған және қабаттасқан. Материалдардың қимада белгіленуі. Бізде міне қималар әрқалай штрих арқылы белгіленеді екен. Металда міне осылай, ал металл еместе осылай белгіленеді. Ағашта осылай белгіленеді. Тілік деп бір немесе бірнеше жазықтықпен ойша қиылған заттың тетік бөлшектің кескінін тілік деп атайды. Тілікті қалай белгілейміз? Жүргізілген жазықтық шартты түрде тіліп өткен модельдің немесе тетік бөлшектің қабырғаларын негізгі жазудың горизонталь сызықтарына 45 градус бұрыш жасап, тұтас жіңішке сызықтармен сызбалайды. Сызбалау сызықтарының арасындағы интервал 1-ден 10-ға дейінгі миллиметр аралығында болады. Егер сызбада бірнеше тілік орындалса, олар бірдей сызықталуы мүмкін. Қарапайым тілік деп тек бір қиюшы жазықтықтың көмегімен алынған тілікті айтады. Фронталь тілік деп нәрсенің төбесінен қарағандағы көрінісін айтамыз. Горизонталь тілік деп нәрсенің алдынан қарағандағы көрінісін айтамыз. Профиль тілік деп нәрсенің сол жақ бетінен қарағандағы көрінісін айтамыз. Бізде тілік екі түрге бөлінеді: қарапайым тілік және де күрделі тілік. Балалар, сіздерге бүгінгі үй тапсырмасына беретін сұрақтар: олар қима дегеніміз не? Тілік деп нені атаймыз? Қандай тіліктер болады? Қарапайым тілік деп нені айтамыз? Неге байланысты тіліктер вертикаль, горизонталь және көлбеу болып бөлінеді? Вертикаль тілік дегеніміз не?